тоқылған закройкамызға мынандай ромашка гүлін жасауды үйренейік. Ол үшін жібімізді аламыз. Көрінетін әдісін пайдаланамыз осылай. Енді мына жіптің арасына осылай қойып аламыз. Осылай бір баған тоқимыз. Бұл бізде бір. Келесі арасынан өткізіп тоқимыз. Бұл екі. Осылай. Үш. Төрт. Сізге мынандай қанша листок дейді ғой, осындай листок керек, сонша тоқисыз. Мына жерде маға бесеу керек, сондықтан мен бесеу тоқимын. Бесеу. Төртеу. Бесеу. Бесеу тоқыдым. Енді бұлай жасаймыз. Мынау жіптің ұшы бар ғой, соны осылай тартамыз. Мынау шығып кетпес үшін осылай іліп қояйық ілмекке. Енді жіптің ұшын осылай тартамыз. Қаттырақ тартамыз да. Ілмегімізді енді мына жердегі ең алғашқы бағаннан өткіземіз. Оны былай екеуін, яғни соединительный жасаймыз. Ол үшін екеуін осылай жалғау үшін өстіп. Түсіндіңіздер ма? Міне мынау петлямыз ғой, жіп. Осыны мынау ең алғашқы бағаннан өткізіп аламыз ілмегімізді. Енді соған жұмыс жібін іліп, жұмыс жібін бағаннан өткіземіз. Енді оны мынау жіптен өткізіп аламыз. Сонда осылай жалғаймыз. Енді келесі бізде мынадай ақ түспен тоқимыз. Ортасын қызыл жасаймыз, екі жағын қалған шетін ақ. Мынау бізде жіптің ұшы, осыны тарту арқылы біз гүліміздің ортасы жабық болады, соны жапқан сайын, тартқан сайын. Келесі бізде жіптің лепестоктарын тоқу басталады. Ол үшін мынаны кесіп тастайық. Жұмыс жібін. Енді жіптің ұшынан кішкене қалдырамыз да, былай бастаймыз. Мынау бағандағы жіпке, бірінші бағанымыз ғой, бірінші бағанға ілмегімізді іліп, одан тоқитын жібімізді өткізіп аламыз. Бір түспен де тоқысаңыз болады, однотонный қылып, өзіңіздің қалауыңызға қарай. Бір, екі, үш,
өткізіп аламыз. Енді накид дейміз ғой. Накидті іліп, ілмегімізге бағанға бірінші бағана әлі. Бірінші бағананы өткіземіз. Жібіміз өткізіп аламыз. Мінекей. Енді 1, 2. Мінекей. Енді былай істейміз. Біріншісінен өткіземіз бірінші жіптен. Содан кейін тағы да бір жіп өткіземіз. Деймізді. Тағы да накид. Әлі бірінші бағандамыз. Жіпімізді кішкене созып аламыз. Біреуінен өткіздік. Екеуінен өткіздік. Үшіншісі. Енді бос екі баған тоқимыз. Тоқыдық. Енді бағанаға әлі бірінші бағанға түбінен өткізіп бір рет тоқып аламыз. Сонда осындай бір лепесток шығады. Келесі көземізді 1, 2, 3. Келесі лепесток түңелері накидпен біреу. Екеу, үшеу. Тағы да накид өткізіп аламыз. Біреу. Екеуінен өткіздік. Үшіншісі бізде. Енді 1, 2. Тағы да осы бағанға тоқимыз. Келесі үшінші бағанға көшеміз. Бір рет тоқып аламыз. 1, 2. Накид. 1, 2, 3. Тағы да накид. 1, 2, 3. Енді екі баған тоқимыз. 1. Сол баған әлі, үшінші баған. Соңғысын осылай кіргізіп аламыз. Үшеу. Келесі төртінші баған.
Мінекей соңғы лепестогымызды да бітірейін деп қалдық. Осылай кесіп аламыз. Енді былай істейміз. Осылай түйіндеп аламыз түбінен. Екі рет. Мынау жіптің бағанағы соңы еді ғой, осыны тарту арқылы біз мына ортасын тесік болмайды ортасында сонда. Бұны да екі рет түйіндеп аламыз. Осылай байлап. Мінекей. Енді мына жіпті былай кесіп тастасақ болады. Енді бұны былай мынау ақ жіптердің мына жақта бірді пайдаланамыз да. Ақ жіптердің арасынан өткізе саламыз. Осылай жасаймыз. Мына жақтан көрініп тұрған жоқ, жіпті жасырған жоқ. Сіздер оң жағына шығып кетпесін, жасырған жіптеріңіз екі жіптің ортасынан өткіземіз. Ілмекті. Мінекей. Осылай шықты. Енді осылай өткіземіз да, тағы да түйін жасаймыз. Мына жердегі бір нөмірлі ілмекпен тағы да жіптің арасынан өткізіп аламыз. Арты жағын алып тастаймыз. Мінекей, невидимкамызды түзеп, жан жағын, гүлдерін түзеп, мінекей. Осылай біздің невидимкаларымыз дайын болды. Баршаңызға назарларыңызға рахмет. Егер менің үйреткен әдісім сіздерге ұнаса, лүпілдеріңізді басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.